Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дамды эклер пирожныйын дайындаймыз. Ол үшін газге қоятын ыдысқа сүт пен суды, тұзды, қантты, сары майды салып, жай отта ерігенше ұстаймыз. Біздің массамыз қайнап кетпеуі керек. Майымыз толық еріген соң оттан түсіреміз. Осындай қалыпқа енген соң оттан аламыз да үстіне ұнды електен өткізіп, қосып, тез-тез араластырамыз. Толық араласқан массамызды алып, тағы да жай отқа қойып, тағы да массамызды араластырып тұрамыз. Біздің массамыздың астында белый лед деген пайда болады. Сондай пайда болғаннан соң оттан аламыз. Массамызды толықтай суытамыз. Толықтай суыған соң үстіне жұмыртқаны бір-бірден сала отырып, силиконды лопатканың көмегімен араластырамыз. Біздің қамырымыз міндетті түрде сууы керек, өйткені ыстықта қылып салсақ, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Бізде осындай біркелкі масса пайда болуы керек. Біздің қамыр аққанда қатты сұйық болмау керек, және де тым қатты қою болмау керек. Осындай масса болуы керек. Сосын бұл қамырымызды кондитерлік қапшыққа салып, менде осындай насадка, гүл насадкасын қойдым. Сосын противеньге пергамент төсеп, эклерімізді сығып саламыз. Қалаған форма берсеңіздер болады. Менде сопақша форма, домалақ форма берсеңіздер де болады. Қолымызды сулап алып, эклеріміздің осындай үштік жерлерін қолымызбен кіргізіп қойсақ болады. Сонда домаланып, 160 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Піскен эклерлерімізді шпажканың көмегімен кесіп шығамыз. Тым үлкен етіп кесудің қажеті жоқ. Просто бізге крем құю үшін қажет, сол үшін кесіп шығамыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа қаймақты, вареная сгущенканы салып, жақсылап араластырамыз. Миксерлесек те болады. Кремімізді кондитерлік қапшыққа салып, эклерлеріміздің ішіне құйып шығамыз. Эклерді қалауымызша сәндеуімізге болады. Мен шоколадты ерітіп, эклерді батырып, жартылай батырып алдым. Сосын үстіне ақ шоколадты мини теркадан өткізіп қойдым. Әртүрлі посыпка сепсеңіздер де болады. Сәндеулеріңіз өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Бұл эклерлер өте дәмді, күшті болып шығады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер.